болады. Қыдыратын жерлер көп. Ерекше бір күшті тамақ жейтін жер бар ма? Ерекше. Ең дәмді ресторан қандай? Ең дәмді ресторан бар. Оның атауы да ерекше. Қандай? Қазақстанның еш жерінде жоқ ресторан. Сандық? Жоқ, ой, қайда? Сандық барлық жерде бар. Ол еш жерде таппайсың. Оның атауы базардағы әсіп. Еш жерде жоқ ол. Қандай базар? Кәдімгі өзі жалғыз базар, Қуаныш базар. Жалғыз базар. Барасыз, базардағы әсіп десеңіз, барлығы көрсетеді. Жаңағыдай тугиспен тауып баруын бар. Оны тугиспен таппайсың, оны картамен таппайсың. Оны базарға барасында әсіптің иісінен тауып аласың. Өз алып келеді өзі. Жақсы, енді онда таңертең мен сағат 7-де 8-де тұрамын. Таңертең бармай қойыңыз. Неге? Таңертең ен істеп жатады, 12-де барсаңыз, тура піскеннің үстінен түсесіз кәдімгі. Еркебұлан шын айтып жатыр ма? Солай шынымен дәмді ма? Ең дәмді тамағам сонда Қуаныш базарында ма сонда? Ең дәмді тағам әсіп, ол бүкіл Түркістанда бар. Жақсы, онда ертең сағат 12-де барайын ба? Бәрі барғанда соға. Дым қалдырмай жеп қойыңдар. Менде басқа сұрақ дегізі. Сіз соңғы рет базарда қайда болдыңыз жаным? Сіз тек қана бутикте киінеді деп естіп қой. Жоқ, мен базарға барам, продукт алам. Продукт аласыз? Я, бізде Астанада базар көп. Міне, тамаша, өте қарапайым Динара Сатчан. Ертең онда Қуаныш базарына кездесеміз. Кім барады? Ерекше жан. Ертең шынымен барасыз ба? Не бар? Уәде? Уәде. Ертең онда достар. Бірақ бір қызығын айтайын, ертең понедельник базар істемейді. Вторник күні қалың, 2 күнге қалыңыз, 2 күн қыдырыңыз, 2-ші күні барасыз кәдімгідей. Жоқ, мен 2 күнге қалмаймын. Ну, не могу я 2 күнге. Уайымдамаңыз, өзім әсіп дейтін апаның үйіне апарам өзім. Бүгін әсіп жасайтын апа бар ма? Бүгін әсіп Ол жасайтын кісі де демалу керек қой негізі. Ол кісі ұйықтап отыр уже. Жақсы. Ендеше достар, біліп алдыңыздар, ертең мінекей Динара ханым Түркістанды аралайтын болады. Қаланың бір шеттерінде көріп қалуыңыз мүмкін. Ендеше қазір достар, мерекелік концертімізді жалғастырайық. Дәл қазір тағы бір ерекше өнерпаз. Бұл жігітті сіздер еліміздегі ең мықты әншілердің қасынан тіпті көрген боларсыздар. Оларда шабыт беріп жүрген, жаңа бір дыбысталу беріп жүрген жандардың бірі. Керемет өнер иесі Динара ханым кім? Ақсұңқар, қарсы алыңыздар. Ақсұңқар! Ақсұңқар!